Құдай аспан домалақ қалам. 18 қаңтарда 2014 жылы білмеймін енді. Осы адам баласы қойған уақытымен. Енді Иисустың туған күні дейді, анау мынау. Маған 33 жасымда 3 күнде 18 қаңтарда, менікі 15 қаңтар туған. Ашықтық жасады, білмеймін. Туғаннан шығып білмеймін енді қалай ашықтық. Менің ашықтығым мені жаратқаннан. Менің әкем істегеннен, менің анашым жаратсын деп, істесін деп, өзі істескеннен сол уақыттан ауру болып туған ауру адам баласым. Құдайым бар, әкешім бар, Амангелді. Анашым бар, Бақытгүл. Құдай жаратқан аспан домалақ қалам. Мәңгі жаратушы 5000 жыл болды жаратқанына. Мен шаршап кеттім, шыны керек. Бір сөзді қайта айта бергенге. Менің әкем қылмыскер дұрыс адам, менің анашым сатушы, дүкенші сатушы. Соны қайта айта берген, сол махаббатты қайта дәлелдеп жүргенім, бұл ауру, бұл толық өмір емес. Сендер мені ана дүниеге тартып атсыңдар ма, әлде сендердің сондай аттықтарын сондай биік қылдырайын деп жүрсіңдер ма, мен ұқпаймын. Не үшін осы сынағандарын, осы сындырғанын мені? Не үшін? Әке-шешем, мен сендерге айтып тұрмын. Құдайдыққа айтып тұрмын 18%-ға. Және махаббат ешқайда кетпейді. Ешқайда кетпейді. Ол өлмейді, ол ұйықтап қалады. Бірақ осы әлемде Индира, Мөлдір, Серікқан, Ержан. Индира әпкем, Мөлдір апайым, Серікқан өгей тұңғыш бауырым, Ержан кенже өгей бауырым. Бірақ олар маған енді кәдімгідей үлкен адамдар сияқты болып кетті. Мен әлі жындымын, өз басыма жауап бере алмай жүрмін. Серікқан көке, Ержан көке, Индира әпке, Мөлдір апай. Солай. Әлде Индира тәте, әлде Мөлдір әпке. Білмеймін. Солай болып кетті мен өмірімде. Бұл енді шын махаббат, осында дәлелдеп жүрген. Кем дегенде бір тал темекі, әлде тамақ